Хайзелесқа табыласың. Қайырлы күн достар, сабағымызды жалғастырайық. Сонымен естеріңізде болса, бізде to-be-ден бастаған болатынбыз. Жалпы грамматика сабақтары бізде to-be-дан басталады. To-be бізде to-be-ді қолдана отырып біздер қарапайым сөйлемдер құрастырамыз. Мысалы үшін, she is my sister. He's my colleague. Сол сияқты біздер am, is, are дегендер болады. Енді өткен шақта бізде бұл да past simple'дың бір кішкентай ғана код темасы. Past simple'да бізде олар екіге бөлінеді. Was және were. Was'ты біз жекеше түрдегі есімдіктермен қолданамыз, when'і көпше түрде қолданамыз. Мысалы үшін, I was a student, немесе he was a boy деп айтатын болса. We were, не деп айтса болады? We were cosmonauts. Ол күшті болады ма? I was a student. Жалғастырайық. He was a boy. Және we were young деп айтатын болса. We were young. Енді назар аударайық. I am tired now. Мен қазір шаршап тұрмын. Өткен шақта I was tired last night. Мен кеше түнде шаршап тұрдым. Немесе сұраулы сөйлемде is she at home now? Ол қазір үйде ме деп сұрайтын болса, present simple уақытында, және де past simple'ды was she at home yesterday morning? The weather is nice today. Бүгін ауа райы жақсы. The weather was nice yesterday. Ауа райы кеше жақсы болды. Енді көпше түрде қолданатын болсақ, біз were деген past simple'де қолданамыз. Мысалы үшін, are you late now? Сен қазір кешіктің. Және де көпше түрде past simple формасында you were late yesterday. They aren't here. Олар бұл жерде емес. They were here last Sunday. Олар бұл жерде өткен жексенбіде болған жоқ. Сонымен бізде бұл жерде болымсыз сөйлемдер біздер not жалғап, болымсыз түрін пайда болады, немесе қысқартқан түрін wasn't және weren't. Және сұраулы сөйлемдер біздер көмекші to be формасын сөйлемнің бас жағына қоямыз. Was I, was he және солай жалғастыра береміз. Келесі слайдқа назар аударайық. Мысалдарға көшетін болса, жаңағы кестені айтып өттік. Енді мысалда last year she was 22, so she is 23 now. Ол былтыр 22-де болды, қазір 23-де. When I was a child, I was afraid of dogs. Мен кішкентай бала болған кезде, мен иттерден қорқатынмын. We were tired after the journey, but we weren't hungry. The hotel was very comfortable and it wasn't expensive. Where were you at 3 o'clock yesterday afternoon? Сұраулы сөзі бар, WH-тен басталатын сөз бірінші, одан кейін көмекші to be етістігіміз, ары қарай есімдіктер жалғасып өтеді. Орын тәртібі бойынша. Was the weather good when you were on holiday? Және those shoes are nice. Were they expensive? Соңғысы қайтадан бізде WH көшінің басталатын why сөйлемінің басында, одан кейін құрылым тура солай сақтала береді. Why was he angry yesterday? Біздер бірінші үш сөйлемді оқып жіберейік, оқып қалған сөйлемдер бізде еш тапсырмасында болады. Бастадық. Бірінші сөйлем қайталанды, екіншісіне бастады. Today the weather is nice, but yesterday it was cold. Бүгінгі ауа райы жақсы, бірақ кеше суық болды. Мына жерге назар аударсақ, can I have something to eat дегеніміз бізде осы шартта қолданылады. Сол үшін I'm hungry, менің қарным аш, мен бірдеме жесем бола ма дейді. Тура сол сөйлемді біз көмекші sign words деген бар, ағылшын тілінде last night деген сөзге назар аударатын болса, ол өткен түні деп аударылады. Сондықтан I was hungry last night, so I had something to eat. Кеше түнде менің қарным аш болды, сондықтан мен бірдеңе жедім. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.